Сәлем достар, бүгін сіздерге міне осылай сайттың көмегі арқылы печатать етіп басқан мәтінді қолмен жазылған жазу сияқты ауыстырудың жолын көрсететін боламын. Ол үшін видеоның соңына дейін толық қарап шығыңыздар және каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Мінекей жоғарыда экранда көріп тұрған сайтқа кіресіздер, міндетті түрде тіркелу керек. Ол үшін электронды почталарыңызды жазасыздар және пароль енгізесіздер. Мінекей мен пароль енгіздім. Подтвердить пароль деген жерге дәл сол жазған парольдарыңызды қайталап жазып шығасыздар. Парольдің барлығын енгізіп болғаннан кейін электронды почталарыңызға хат келеді. Сол хаттағы көк сілтемеге басып, қайтадан сайтқа осы пароль мен адрестарыңызды енгізіп кіресіздер. Парольді енгізіп болғаннан кейін яғни робот дегенге белгі қоямыз, войти деген батырманы басамыз. Сол кезде сайтқа міне тікелей кіреміз. Сайтта көптеген настройкаларын қарап өзгертуге болады. Мен жай үлгісін ғана қазір көрсетемін. Мінекей создать конспект, введите текст дейді. Сол жерге кез келген мәтінді жазамыз. Мысалы, менің атым Гүлнұр деп жазамын. Керекті мәтініңізді жазып болғаннан кейін төменгі жағына түсіп, настройка деген жерде өзіңізге қалағаныңызша настройка жасап алуға болады. Добавить фон листа дегенде бұл жерде жаңағы дәптердің беті сияқты әртүрлі беттерді қоюға болады. Оны өзіңіз таңдайсыз. Создать конспект дегенді бассаңыз, мінекей жазуымыз шықты. Қолмен жазылған жазу сияқты шығады. Тағы да ескерте кетейін, көптеген настройкалары бар. Өзіңіз қалаған мәтінді қалаған түрде жазуыңызға болады. Сонымен қатар дәл осы жерде мәтінге түрлі толықтырулар енгізуге болады. Қайтадан төменгі жақта тұрған создать конспект деген батырмаға барамыз. Сол жерге мәтінге қажетті сөзімізді қосуымызға, алып тастауымызға болады. Мысалы, мен Амангелді қызы деп әкемнің атын енгіздім. Создать конспект дегенді басқан кезде мінекей сөзіміз толық шықты. Енді добавить фон листа деген жерді басқан кезде мінекей көріп тұрғандарыңыздай түрлі кәдімгі дәптердің беті, шақпақ бет, әртүрлі беттерді таңдауға болады. Кез келген біреуін таңдаймыз. Создать конспект дегенді қайтадан басқан кезде фонына міне таңдаған бетіміз қойылады. Мінекей жазған жазуымыз дәл қолмен жазылған сияқты парақтың бетіне қойылып шықты. Қандай да бір керектеріңізге жарап жатса, осылай жазуларыңызға болады. Сайттың сілтемесін видеоның төменгі жағындағы описание бөліміне қалдырамын. Тағы да осындай маңызды ақпараттар көргілеріңіз келсе, каналға міндетті түрде жазылып қойыңыздар.